Оны танымал адамдар қолданады. Ұлыбританияның королевасы Елизавета II, Барак Обама, шоу-бизнестің өкілдері бұл телефонды барлығы қалайды және қаншама кезекке тұрады. Ал бұл iPhone артағы конкуренттің бәрін жойып жатыр. Ал BlackBerry керемет өсіп жатқан брендтің бірі болған. Ал қазір бұл бренд қайда? Ал мен сіздерге қазір көрсетемін, қалай әлемдік бренд құлдырағанын жайғасып отырып көріңіздер. Touch, type together. Create and connect with the new BlackBerry Bold. BlackBerry'ді құрған адамдар. Михалис Лазаридис, Крис Шоу және досы Дуг Фрейгин. Осы үшеуі кішкентай кездерінде Лазаристің гаражында кездесіп сол жерде уақыт өткізетін. Майк технологиялық жаңалықтар оқып ал Дуг платалар жасап үйреніп жүретін және ол компьютерлерді армандайтын. Майк мектепте сынып тұрған компьютерлерді жөндейтін. Ол электрлы цепь, стабилизатор напряжения ойлап тапқан және мектептерге ұсынды. Осылайша өнертапқыш 1979 жылы жоғары оқуға түсті. Ватерлоу университетінде ол электротехник және информатик мамандығы бойынша оқыды. Соның ішінде де өз бизнесін тоқтатпады. Біреулерге карта памет жасаса басқаларына есептеу құрылғысын жасап жүрді. Оқудың соңында General Motors'тан грант алып және солармен жұмыс істеді. Кейін Майк пен Дуг калькулятор бойымен бірдей компьютер баджи ойлап тапты. Ол компьютер артықшылығы компьютерді ELT мониторға қосып сөз тергенде ELT мониторда сөз шығатын. Бұл құрылғыны магазиндерге сатып газет-журналға шығып танымал болды. 1984 жылы екі нарық бизнесін білмейтін ботаник өз Research in Motion атауымен компанияларын ашты. Ол шағын компания Канададағы Латерлоу қалашығында орналасқан және олар бір жылдан соң әлемге танымал болады. 1989 жылы Ericsson компаниясы телефон байланысын дамытуға жол іздеп жүріп Research in Motion-ге мобилет компоненттерін беріп бір нәрсе шығарсын деп тастап кетті. Бірақта шведтік компания Ericsson Mobitex құрылғысын әлемге таратты. Mobitex радиоприемник құрылғысы рация секілді жұмыс істейтін. 1990 жылы RAM-ге Джим Белсери деген маркетолог менеджмент келді. Ол компьютерге жоқ адам болған, бірақта бизнестің акуласы болған. Джим, Михалис Лазаридис, Майк, тін кішігірім компаниясын көріп осылардан бір нәрсе шығады деп қаржылық ақшалай инвестиция құяды және өз үйін салады кейін ақтайды деп. 1995-96 жылдары RAM, Research in Motion компаниясы кішігірім жерден үлкен фабрикалар аша бастады және жұмысшылар тарты. Құрылғылар, Mobitex модемі ол құрылғы нарықта өзін ақтай алмады және Корей халқына сатылды. Интерактив 900 портативті құрылғысы, онда кішігірім экран және клавиатура батырмалары бар, ашып жабылады. Сондай-ақ электронды e-mail хабарлама жіберетін және бұл RAM оператор арқылы нарықта сатылды. Осы уақытта Motorola және Nokia компаниясы нарықта мықты орын алып жатқан, бұл құрылғыда ақтамады. Кейін интерактив 950 деген қалтаға сыйымды пейджерін ойлап тапты. Құрылғы Intel процессоры бар және бір батарейкамен бір ай істейтін. Мәзірге шолу тек колесикпен орындалатын. Солайынан RAM Mobile'ден $50 миллион ұсыныс алынған. 1998 жылы RAM Канададағы биржада $115 миллион акция жасалынды. Солайша кенеттен Джим Белсери мен Майк магнат мультимиллионер болды. 1998 жылы Майк өз компаниясына атау іздеді, өз компаниясы бренд жасау үшін және сонымен қалу үшін. Майк Lexicon брендингке ұсыныс тастады. Lexicon брендинг компаниясы Apple компьютерге атаулар берген және басқа да компанияларға атау берген. Мысалы PowerBook, Pentium, ал Майкке құрылысындағы батырмаларға қарап BlackBerry деген атау берді. 2001 жылдары интернет желісі қарқынды дамып жатты және цифралық экономика бірге дамып жатты. Бірақта телефон интернет желісі 2 желісі шамасы жетпей жатқан кездердің бірі. Михалис Лазаридис өзінің жаңа құрылғысы BlackBerry 5812 5 желісін ұстайтын құрылғысын әлемге ұсынды және нарықты жарды. 2003 жылы BlackBerry Quark телефонын шығарды. Осы телефонға ұқсас болды. Бұл телефонды жаңалықтардан, ток-шоулардан, кинолардан көрсете бастады.
My BlackBerry is not working. Объясняю, когда говорю вам, что мы можем иметь прямой доступ к членам Конгресса в интересах комплекса «Кричащий орел». 2004 жылы BlackBerry шарм шықты, ол Sony Ericsson'дарға және Nokia'ларға ұқсас болды. 2005 жылы BlackBerry телефонына адамдар қаптап ұрып алып жатты. Рим компаниясы біткі стартаптан әлемге әйгілі брендке айналды. 2006 жылы эволюциялық BlackBerry Pear шықты. Ол құрылғымен басқа қырдан қолдану және экспириенс алуды көрсетті. Телефонда трекбол орнатылған телефонмен қолдану үшін және келесі 2 жыл осы функциямен әлі танымал болады деп, бірақ та алдыда оңандай қиын керемет конкурент шығатын білмеді. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. 2007 жылы Apple директоры Стив Джобс өзінің революциялық құрылғы Apple iPhone смартфонын нарыққа күшті презентациямен шығарып халыққа паш етті. Стивтің сөзі телефон деген осындай болу керек. Ешқандай кори клавиатурасыз, ешқандай қаламсапсыз, ешқандай артық тұрған батырмаларсыз болу керек деп алғашқы сенсорлы ұялы телефонды көрсетті. Осыған қоса iPhone'да әрқашанда интернет желісі қосылып тұрады. Стив Джобс байланыс желістерімен келісіп нарыққа телефондарға көбінен сатты және де интернетпен телефон арқылы қалай қолдануын жаңа дәрежеде көрсетті. Бұны көрген Михалис Лазаридис шынданып критиковаттады. Бұл эксперименталды телефон ұзаққа созылмайды. Ол iPhone'да вирустардан, хакерлік шабулардан қорғаныс жоқ. Әйгілі адамдар тек BlackBerry'ді қолданады, тек BlackBerry'де қорғаныс бар. 2007 жылы BlackBerry телефоны нарықта 59% алып жатты, ал iPhone 17% құрды. iPhone'ın артынан қуам деп Майк фабрикаларын көбейте бастады, бірақ телефон сапасына назар аудармады. Стив Джобс iPhone'ды бір ай ішінде 1000 тиражбен сатты және сразу BlackBerry секілді танымал болды. Михалис Лазаридис өзінің жаңа конкуренті Apple компаниясының iPhone'ын логикасын түсінбей iPhone'ды өз қолымен ішін ашып ақтарды және шоке болды. Apple телефонына компьютер тығып қойған ба деп. Сол уақыттағы iPhone 2G керемет сипаттамасы болған ешқандай конкурентті жақындатпау үшін. Кейіннен Михалис Лазаридис BlackBerry Storm бірінші сенсорлы телефонын нарыққа көрсетті iPhone'ға конкурент болу үшін. BlackBerry Storm'ды 9 айда фабрикаларында жасап шығарды, бірақ та ақаулары біртін-біртін көріне бастады. Сатып алған адамдар, жұлдыздар, кәсіпкерлер артқа қайтарды. 2008 жылы Apple iPhone'дарына App Store ойлап тапты және қаншама қосымшалар телефонға қосты, және қаншама қосымшалар iPhone'ға арнап сатылды. BlackBerry Storm'де өз BlackBerry OS жүйесіне қосымшалар мүлдем аз болды, және қосымшалар тартымсыз көрінді. 2011 жылы BlackBerry құрылғысы қорғаныстан шешілді, яғни Египте болған митингте телефон арнайы мақсатпен қолданған. У вас возникли проблемы с безопасностью, а также споры с правительством Индии и стран Ближнего Востока. Вы разобрались с ними? Это нечестно, Рори. Во-первых, не задавай этот вопрос. У нас нет проблем с безопасностью. У нас защищенная платформа. Но почему я не должен об этом спрашивать? Ну потому что ты подразумеваешь, что у нас есть проблемы. Но у вас ведь были проблемы с... Не-не, у нас нет. Давай определим, ладно? Мы успешны по всему миру. — 2013-2014 жылы соңғы BlackBerry паспорт ұялы телефонын нарыққа шығарды. Ол кезде iPhone 6, Galaxy Note 4, Xiaomi Mi 4 деген керемет телефондар шығып жатқан кездер. Рим компаниясы соңғы үмітін осы телефонға артты. Айтапшы, Рим директоры қытайлық Джон Чен болды, ал Майк отставкаға кетті. Міне осылай BlackBerry тарихы аянышты нотамен бітті. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңіздер.